Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен өте жұмсақ, өте дәмі ауызда еритін медовый торттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, қолдай кетіңіздер. Әуелі біз заварный крем дайындап аламыз. Ыдысымызға бір жұмыртқамызды, 3-4 ас қасық крахмалымызды, жарты пиала қантымызды салып, аздап сүт құйып, жақсылап араластырып аламыз да, бұны біз баяу отқа қойып, 1 литрде сүт құйып, крем қоюланғанша тоқтаусыз араластырамыз. Түбі күйіп жабыс кетпеуі керек. Креміміз қоюланып дайын болғаннан соң үстіне сары майымызды салып, жақсылап араластырып, бетіні жауып шетке алып қоямыз. Енді біз медовыйдың корждарын дайындайтын боламыз. Ыдысымызға балымызды, 1 пиала шекерімізді, сары майымызды саламыз. Баяу отта шекер мен сары май ерігенше араластырып тұрамыз. Шекер мен сары май ерігеннен соң үстіне жарты шай қасық ас содасын саламыз. Сосын бұл ақ көбік болып реакцияға түсетін болады. Біз бұны карамель түске енгенше тоқтаусыз араластырып тұрамыз. Міне достар, осылай тынық түске енуі керек. Сонда біздің тортымыздың корждары да өте керемет болып шығады. Енді біз бұны жақсылап суытып аламыз да, үстіне 3 жұмыртқамызды жарып саламыз. Массамыз жақсылап суығаны жөн, себебі жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Жақсылап араластырып, сосын алдын ала електен өткізілген ұнымызды бөліп салып араластырып аламыз. Мен сұйық масса дайындаймын, өйткені мен оқтаусыз медовикті дайындайтын боламын. Біздің массамыздың қоюлығы осындай болуы керек. Енді біз бұны пергамент қағаздарына жайғастырамыз. Әр қағазға 3 ас қасықтан салып, ұн себе отырып, қолдың көмегімен жаямыз. Міне достар, дәл осы масалықпен менде үлкен 5 корж дайын болды. Шамамен 26-24 размердегі корждар шығады. Енді біз бұны шет-шетін текстеп алып, шет-шетінен шыққан корждарды алып қаламыз. Себебі қазір жан-жағын мен бетіне себу үшін алып қаламыз. Енді заварный кремдерімізді жаға отырып, торттарымызды жинаймыз. Торттарды осылай формамен жинаған өте ыңғайлы, себебі тортымыз тегіс әдемі болып шығады. Креміміз өте керемет болып шығады. Дәмі де жақсы. Міне тортымызды жинап алдық. Енді шет-шетіне жаңағы артылған корждарды ұсақтап сеуіп шығатын боламыз. Міне достар, тортымыз дайын. Бұл торт өте жұмсақ, дәмі ауызда ериді. Көпшіліктің сүйікті торттарының бірі. Жасап көруге кеңес беремін. Егер сіздерге менің видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып қолдай кетіңіздер.